Сәлеметсіздер. Менің әкем Қазақстан Республикасының азаматы Мырзаш Молдақанұлы. 2014 жылдан бері Қытайда жіпсіз байлауда отыр, үй қамағында. Қытай үкіметі әкем Мырзаш Молдақанұлының Қазақстан азаматы екеніне елеп ескерместен уже оның құжаттарын тартып алып жібермей отыр. Мен Бақнұр Мырзашқызы, Қасиет Мырзашқызы, Санат Мырзашұлы және шешем Айгүл Мәжитқызы бармыз семьямызда. Әке шешем інім 2011-де Қазақстан азаматтығын алды. Мен сіңілім 2014-те Қазақстан азаматтығын алдық. Қазір Қытай Халық Республикасының Іле Қазақ автономия облысының Тарғауатай аймағы Шәушек қаласы Шағжы мал фермасында барған жерінен әкемнің паспортын тартып алып, уже жібермей отыр. 4 жыл болды. 4 жылдан бері шешем уже рухани ауру болды. Біз 3 бала әкесіз 4 жыл өмір сүрдік. Сондықтан сіздерге айтар өтінішім, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев өкіметке, сыртқы істер министрлігіне және Қазақстан Республикасының азаматы Мырзаш Молдақанұлын сіздердің көмектеріңізбен Қытайдағы бұғаудан құтқарып, Қазақстанға келіп семьясымен қауыштыруын тілеймін. Әкемнің суреттері мынау. Міне, бұл кісі уже 4 жыл болды Қытайда отырғанына. Сіздерден көмек сұраймын. Қазақстан азаматы. Міне, Қазақстан азаматы. Сіздерге көрініп тұрған болуы мүмкін. Қазақстан азаматы Молдақан, фамилиясы аты Мырзаш, 1962 жылғы 20 сентябрь туылған, ең нөмірі 62 09 20 30 35 40. Сіздерден бар тілегім, осы әкемді қайтарып алсақ, Қазақстанға алып келсек, семьясымен қауыштырсақ, сіздерден тілейтін тілегім осы, өтініш.